Армысыздар ағайын, ұлттық арнада айтуға оңай. Бүгінгі хабарымыз академияның есіктерін тоздырмай-ақ, консерваторияларды кезбей-ақ, театрларда түнемей-ақ, баспаларға бас сұқпай-ақ танымал болу туралы. Қалай? Ғаламтор арқылы. Сезізат қадер болмаса, ауырбайды жүрек, ауырбайды, сен ойлатқан күндер болмаса. Ғаламтор арқылы танылып, көрермендердің көзайымына айналғандар күн санап артып келеді. Солардың бірі ақтаулық Нұрмұхамед Жақып. Қазір ол 9 жаста. Жас орындаушы қазақтың шоқтығы биік әндері мен шетелдің хит әндерін ақышына келтіріп орындайды. Әнші баланың дарын алғаш байқап, қолдау көрсеткендердің бірі Сәкен Майғазиев. Ол Нұрмұхамедтің бейнесін әлеуметтік желі арқылы таратып, көрермендермен бөлісті. Үш жасынан өзін әнші сезініп, айнаның алдын сахнаға айналдырған Нұрмұхамед қазір үлкен дайындық үстінде. Қазір оның ән қорында 8 ән бар. Бұнымен тоқтамай, алда әлі бірнеше әннің тұсауын кесуді жоспарлап жүр. Нұрмұхамед Батырдың жасы 9-да, бірақ қазіргі жасөспірімдер, мектеп оқушылары, тіпті студенттердің арасында ол өте танымал. Нұрмұхамед Батыр бүгін Ақтаудан айтуға оңайға арнайы келіп отыр. Қарсы алайық. Қалай Батыр? Кел, төрлет. Бұлай концерттерге шығып жүрсің бе? Қанша концерт қойдың? 8. Қай жерлерде? Алматыда, Шымкентте, Ақтауда. Адам көп жиналды ма? Саған өзіңе ұнады ма бұлай концертке шығу? Қатты ұнайды. Қатты ұнайды? Мен де сендей бала болдым ғой бәрін. Бірақ енді есімде жоқ, бірақ білем, елдің алдына шықпақ тұрмақ бұлай. Ұялып. Ұялмау керек қой, мужик болу керек. Дұрысы. Ал сендер тәуелсіз елдің ұланысың ғой сендер. Сендер шында да ештеңеден қысылмауларың керек, ештеңеден қорықпауларың керек, өнерлі болуларың керек, әрине білімді болуларың керек. Сабақ қалай болып жатыр? Сен гастрольде жүрсің, ән айтып жүрсің, сабақ қалай болып жатыр? Жақсы. Бұлай барып тұрасың ба сабаққа? Енді концерт болып жатқанда бармай қаласың. Бұлай сабағың дұрыс. Қай сабақ ұнайтыны? Математика. Әдебиет оқиды. Әдебиет. Еңбектен айт, еңбек. Онда қолмен де бірдеңе жасайтын болып тұрсың ғой сен. Сурет саламын ғой. Сурет. Көбіне нені саласың? Күнде өзім саламын ғой. Өзіңді? Суретіңді? Өзіңді жақсы көретін болып тұрсың ғой сен. Жоқ. Сен ең алғаш танылғаның Бозторғай арқылы ғой. Ең алғаш соны Сәкен мен Мейрамбек салды, Инстаграмға салды ғой дейме? Қайда салды оны? ВК-ға салды ма? Жоқ, Инстаграмға салды ма? Содан бастап кәдімгі бір сен ерекше танылып кеттің. Бірақ жаңа жерде созып тұрсың да Бозторғай. Созып сағышта создың ғой. Зоқ. Сонда бір айта аласың ба? Бір ауыз сөз соза аласың ба Бозторғайда? Шынырап өз даусың ба? Айтшы. Бозторғай Ерлан аға көріп педіңіз бұрын Батырды? Жоқ, бірінші рет көріп отырсыз ба? Сіз енді көп интернетке, Инстаграмға көп кірмейсіз ғой? Интернетке көп кірмеймін, уақыт жоқ қой. Бірақ таланты байқала ма? Шынтуайтында өте байқалады. Мына әншіге керекті бірінші мәселе тыныстың кеңдігі ғой. Тыныстың кеңдігі керемет.
Керемет. Соған Сәкен ағасы мен Мейрамбек ағасы да көре сап таңғалған екен. Сәкен ағасы қазір келіп отыр. Сәкен ағаны шақырып алайық, Қалай таныды екен сені? Сәкен Майғазиев. Қайдан тауып жүрсіз бұл батырды? Енді ұлақ көрсең көзін аш дейді, бірақ енді айтып жатсыздар ғой, жаңағы танымал болуына біз бірден бір себепкер болды деп, біз олай айтпаған болар едік. Енді балапанның әке-шешесін жақсы танығаннан кейін, сондай өнегелі, білімді отбасынан шыққан кішкентай балапанымыздың әнін естігеннен кейін тебіренбей тұра алмадық. Және ол әні енді Қайрат Нұртасты пародия жасап тұрған кезет. Ауырмайды жүрек деген бе? Иә, соны қарап таңдай қағып, сосын халықпен бөлісейін деп салдым тек қана. Біз сізде үлкен биіктерді бағындыратын балапан ғой. Нұрмұхамедтің әкесі осы баласының өнер жолында жүруіне көмегін тигізіп, жан-жақты қолпаштар демеп шығарып жүр. Сенің арманың әнші болу ғой? Иә. Кім сияқты? Мейрамбек сияқты. Мейрамбек сияқты. Мен естідім ғой сен МС Сайлаубекті көру арман екен деп қазір. Көргің келіп жүр екен ғой? Көргім келіп жүр, иә. Неге көргің келеді? Мейрамбекті мен енді көзімен көрдім ғой, Сәкен Майғазиевті. Ұстап көрдің ба оларды? Құшақтадың ба? Сайлаубек несін айт саған? Рэпін айт болды. Сен айта алады дейді ғой оны? Мен айта аламын, конечно. Айтшы. Каманама бет, каманама бет, фимана, фомана, самам сет. Бұл не деген сөз? Бұл не деген сөз? Мен астам білем. Мен астам білем. Білмейсің ба? Онда өзінен сұрайық. МС Сайлаубек. Аны, сіздің арманы, сізді көру. Амандас. Жоғар. Алдымен сіз жайлы сюжет көрейік. Кимена бабек, кимена бек, тамана кимена бетамен, темена фет, фатамет кимена самана сет, фетамана клет, катама глет. Это Кара Жылдыз, МС Сайлаубек. Я вызываю тебя на баттл. МС Сайлаубек атанған қазақтың қара баласының бұрынғы сахнасы көше болса, ал қазіргі ән салып дайындалатын жері арнайы құралғылармен жабдықталған кәсіби студия. Ассалаумағалейкум Сәкен. Түсініксіз тілде рэп оқитын атыраулық Сайлаубек бүгінде ғаламтор жұлдызына айналған. Ол ұялы телефонға түскен бейнесі арқылы миллиондаған көрерменге таралды. Бала кезінен шетелден хит әндерін тыңдап, танымал рэперлерін еліктеген. Қазір ғаламтор жұлдызы Атыраудан Алматыға келіпті. Сайлаубек Қабылхамиттің ерекше құрылымды әндері тек Қазақстанға ғана емес, өзге елдерге де тарап үлгерген. Коки мульгоя гюрма эксасюрмаш йолай. Коки мульгоя гюрма эксасюрмаш йолай. Дамбела кок, дамбела кок, дамбела кок кок, дамбела кок, дамбела кок, дамбела шигливади, дамбала шит, дамбала шит, дамбала шит шит, дамбала шит, дамбала шит, дамбала шигливади. Әуелде бір әнмен ғана танылған МС Сайлаубектің қоржыны қазір бірнеше әнге толықты. Кейінгі кезде тойға шақырушылар да күн санап артып келеді. Алдағы уақытта танымал әншілермен бірігіп концерт қоюды жоспарлап та қойған. Безума кола мини камени скол, именно мозума кола мини мизума, энзапа озума камза, именно инзума кола мини кивина куак, именно квендама кара мини тамана туа. Сәке, қалай қалыңыз? Жақсы. Денсаулығыңыз қалай? Жайлап. Соңғы бір 5-6 айдың ішінде сіздің өміріңіз күрт өзгерді, солай ма? Бірақ ел бұрынғы Сайлаубекті білгісі келеді. Менің естуімше Сайлаубек 1975 жылы неуге келген. Батыс өңірде, Атырауда, солай ма? Мектепте жақсы оқыған, үлгілі отбасынан шыққан. Тек жоғары сыныптарда, бұл интернетте бар ақпарат. Жоғары сыныптарда, кәдімгі бір мектепте бір бұзақылық жағдайда төбелес болып, бір жарақат алған, кейін өмірінде бір өзгерістер болады, ішкілікке салынады,
иә, сол ішкілікке салынған жүрген кезде бір балалар алып оны интернетке салады. Сол интернетке салғаннан кейін Сайлаубекті бүкіл ел тани бастайды, өмірі өзгере бастайды, адамдар қарайды. Меніңше қазіргі Сайлаубек арақ ішпейді. Менің естуім солай ма? Иә. Ішпейді. Темекі қалайсыз? Анда-санда бар. Анда-санда? Жалпы бұл бұрыннан бар өнер ма сіздегі? Бұрыннан айтушы ма едіңіз? Бұрыннан енді 15-25 жастарымда сол қызығушылық болды. Реперлерға? Иә, музыкаға вообще неге. Музыкаға? Бұлай арнайы бір музыкаға барып, студияға барып едіңіз? Жоқ, бұрын бармадым осы. Барған жоқсыз? Иә, таяуда осы, жақын арада. Бұрын сіз қалай, осыдан бір 2-3 жыл бұрын сіз қалай өмір сүрдіңіз? Соны айтып беріңізші, жай ғана бір елестетсін. Қалай өзі? Күнделікті тірлігіңіз қандай еді? Жұмыс бар ма еді? Жұмыс былай, разнорабочий ғой. Разнорабочий, яғни онда не істеуші едіңіз? Енді әртүрлі. Құрылыс. Иә, сол. Бірдеңесі, біреуге көмектесу, солай ма? Иә, сол. Сондай тип. Басқа бір оқу бар ма еді? Оқып едіңіз? Оқығанда техникумда оқыдым ғой. Бітірдіңіз ба? Иә, бітірдім. Отбасы құрған жоқсыз? Жоқ, отбасы. Бойдақпын. Үйленген жоқсыз бұған дейін бірде еді? Жоқ. Кім сол ана интернетке салып жіберген жігіттер кімдер? Ең алғаш? Соны білмедім оны. Сол былай. Ол қаян еді? Қаянмен шығып едіңіз? Сол банағы синякпен нетіп. Айтыңызшы соны. Басқаша. Айтып бере аласыз ба? Өнеріңізді тамашаласын. Мүмкін көрмегендер бар, үлкен кісілер бар. Жанды дауыс дейді ғой қазіргі. Иә. Kim in the back, tama, kim in the back. Him in the back, tama, fall him in the calm on the mat. Him in the beast, tama, fall him in the psalm on the set. Beat tama, fall him in the calm on the get. Geese tama, fall him in the psalm on the Sullivan. Sam tama, fall him in the calm on the Calvin. Қайтылды? Қайтылды? Өстіңіз ба? Ау? Өстіңізде? Қазіргі айтып жүрген Сайлаубектің тілі деген осы ма? Иә. Оны сізден басқа түсінетін адам бар ма? Бұлай түсінетін адам бар ма? Не деген сөз? Айтшы. Сен түсінем дейсің. Нұрмұхамед айтшы. Не деген сөз? Рэп деймін ғой оны. Ол қандай? Я крутой деген рэп. Сондай ма? Сенің пікіріңше қалай? МС Сайлаубек ол крутой ма? Крутой, нормально. Бәрі нормально. Иә? Менің естуімше қазір сіздің өнеріңізді бағалаушылар көбейді, иә? Концерттер болып жатыр, солай ма? Иә. Концерттер қайда болды? Болып жатыр, біршама жерде болып жатыр. Болып жатыр, иә? Бішкекте болдым, Киргизияда. Иә. Қалай қабылдап жатыр? Жақсы қабылдады. Былай, материалдық жағдайыңыз қалай? Түзеліп келе жатыр ма? Жайлап, иә. Ақша? Менің естуімше сіздің концертіңізді кәдімгі белгілі азаматтар ұйымдастырады, солай ғой, иә? Бір әрі пиар менеджеріңіз бар, продюсеріңіз бар, солай ма? Иә, бар. Бүгін солар бізде қонақта Бақытжан Жүнісбеков, продюсері, пиар менеджері Аслан Бақытжанов. Сіз продюсерсіз? Иә. Қашаннан бері? Осы бір айдай болып қалды. Бір ай болып қалды. Сіз таңдадыңыз ба өзіңіз? Жоқ, өзі келді ма сізге? Бізге бір сұраныс келді. Бізге бір рекламаға МС Сайлаубек керек дейді. Иә. Сол кезде біз МС Сайлаубекті іздей бастадық. Сөйтсе естідік, Алматыда жүр екен деп. Оны алаш алып келген осы Аслан бауырымыз. Алматы алып келіп бердіңіз? Иә. Атырауда жүрмеді? Атырауда болған. Содан? Туысқандармен келісіп, сөйлесіп, Иә. шақырдық. Туысқандармен келістіңіз ба сонда? Кіммен? Туысқандар бар енді солар мына. Сол кісілер келісім берді. Апалары, ағалары, иә. Танымалдылығын сол дұрыс пайдаланып, соны жаңа мамасына, туған туысқандарына көмектесе алатындай сондай мақсат қойып отырмыз. Яғни арақ ішкізбей, Иә. жаңағыдай жаман жолға салдырмай, денсаулығын түзеп, көмектессеңіздер, Иә. онда соның өзі құба құп. Бірақ біз жақтан көмек ол. Иә. Сәкеңні арақты қойғызып, дұрыс салауатты өмір сүріп, тезірек үйлендіріп, балалы болып, туған туысқандарына көмектесек деген ойдамыз. Егер олай жасайтын болсаңыздар, біз арнайы шақырамыз. Елдің қазір байқа, меніңше Сайлаубекпен суретке түскісі келетіндер де көп. Сайлаубекпен әншілердің ән айтқысы келетіндер де көп, солай ма? Иә. Бұл не, бұның феномен не де мен соны білмей тұрмын. Не ерекшелігі бар? Неге осындай жас балалардан үлкен азаматтарға дейін, үлкен кісілерге дейін құмартып тұр? Неге?
Сайлаубектің өзін бағы деп айтуға болады. Кейбір артистер бар, мысалы қаншама жыл бойы өзінің атағын шығара алмай жүрген. Мысалы айтады ғой қазақта, атың шықпаса жер өрте. Сәкен енді жер емес, орман өртеп жатқан сияқты ғой. Сәкенмен қазір жұмыс істеп жатырмыз. Ораторское искусство дейді ғой, сондай курстарға апарып жүрміз. Банктар, неше түрлі телефонды компаниялар кәдімгі ұсыныс жасап жатыр, рекламаға түсірсек екен. Агрессивный маркетинг ұсынып жатыр да. Яғни қызығушылық үлкен компаниялардың тарапынан бар. Иә. Яғни біраз уақыттан кейін тойға ұсыныс бар ма? Тойға да шақырады. Бір тойға қанша сұрап жүр? Ол енді коммерциялық құпия. Келісімге байланысты. Келісімге. Бірақ аз ақша емес. Қатпаған баға жоқ. Сөйлесеміз, келісеміз, иә. Негізі, Сәке, сіздің атыңызды шығарған, меніңше анау Тиматиді кім екенін онша жақсы білмеймін. Соның сізді әлгі неге шақырғаны ғой, айқасқа шақырғаны ғой, иә? Өнер айқасына. Сол ғой деймін, Иә. Ол да бір әсеріне тигізді ғой, иә? Иә. Сіз оған жауап бердіңіз бе? Оған дұрыс жауап бере алмады ол. Ол кезде қасында болған адамдар оны сол жазған кезде оны дұрыс пайдаланбады да. Иә. Оны сол кезде біз ойланып отырмын, біз болған кезде соны дұрыс жауап қайтару едік деп ойлаймыз. Мысалы, қандай жауап қайтарар едіңіз? Оны дайындап жатырмыз оны. Ол да бір. Яғни Тиматимен батыл бола ма? Тиматимен батыл болады. Дайынсыз ба, Сәке? Дайынмын. Бұл сонда бір өнер сайысы сияқты нәрсе ма? Енді МС деген ол не ғой? Атақ. Суп салма ақын сияқты ғой. Солардың тілінде. Суырып салма. Иә. Олар бір определенный бір бит музыка болады, ұрып тұрады, иә, мысалы. И соған олар әндетіп, өзінің стилімен, өзімен нұсқасымен айтып жатады. Енді дәстүрлі әншілерден кімдерді білесіз? Домбырамен күйшілер ме? Күйшілер. Мына Ерлан аға танисыз ба, ән салады? Бұл сізді таниды, өйткені интернеттен көріпті. Мен кімді, Асылбек кімді еңсепті? Иә. Мақпал бірден, иә? Қазір мына жерде отырып, менің тіптен жылағым да келіп отырған сияқты. Түріңізге қарасам, күліп отырсыз. Сыртым күліп отыр, ішім түтін болып отыр дегендей. Бірінші Нұрмұхамедке айтайын, жаным Нұрмұхамед, сен Сәкен ағаңа, Мейрамбек ағаңа ғана еліктеш, алтыным сол. Саған айтатын сол. Жетеді қаншама еліктейтін әншілер. Сайлаубек, сіз ренжімеңіз, бірақтан жаңа мына продюсерлар жігіттер айтты ғой, қаншама жаңағы әншілер бар, атақты бола алмай жүр деген. Асанәлі Әшімов ағамыздың айтқан сөзі бар, атақты болу маңызды емес деп. Сен қалай атағыңды шығарасың, сода маңыздысы, менің ойлаймын. Мына көк базарда да бар, бір шал айғайлап жүреді. Оны да ел таниды, ол да атақты. Бірақ қалай атақты болып жүр? Рахмет жігіттер, мүмкін сіздер осындай жаңағындай төменгі жақты, мен сөйлеп болайын, ренжімесеңіз. Сондай төменгі дәрежеде жүрген Сайлаубекті осындай неге көтеріп жатсыздар, дұрыс, оған нем жоқ. Бірақ көтеретін болсаңыздар, қаншама жігіттер жүр, қаншама қыздар жүр ән айтып. Қазір менің шыны керек, айтарға сөзім жоқ, менің жылағым келіп отыр. Мынандай білмеймін, бұлай танылғанша мен үйде отырғаным дұрыс шығар. Сіз сөйтіп айтасыз, иә? Бірақ мен мысалы жастардан қазір тыңдайсыз. Енді жастар бәрі МС Сайлаубек таниды. Танисыздар ма? Қайдан танисыздар? Бұлай өздеріңізге ұнайды ғой деймін, мен уже қол соққанын байқаймын. Ұнағанда оның дауысы өте керемет. Рэп айтқанда дауысы басқаларына ұқсамайды, ерекше. Мен жалпы оның әннің сөзін көрген болатынмын. Бір түсініксіз сөздер болғаннан кейін жаттауға қызығушылығым болды. Бірақ жаңа өзі айтып отырған кезде менің жаттағаным басқаша екенін байқадым. Қалай жаттап едің мысалы, айта ғой. Мәселен менікі кеме бабап кеме бебебет тамакама макабабет иванабет тамафет фатамабет самасасет клеттамана жамана клет деп жалғаса беретін. Бірақ жаңа өзім басқаша нұсқасын естігенде болдым. Мүмкін солай. Бірақ сенің қызығушылығын тудырды, иә? Мағынасы өзгеріп кетті ма? Мен Сайлаубекті жалпы сөздері расында да түсініксіз, бірақ өнерін бағаламаймын деп айтуға да болмайды. Бұл кісіні білем, біздің балықшы өңірінде тұрады, қателеспесем. Бұл кісіні барлығы білет, бізде Атырауда өлеңдерін барлығы жаттап алған, басынан соңына дейін. Мүмкін бұл оқушылар, біздің ең сыныптастарым бәрі жаттап алған. Бәрі жатқа білет. Енді мүмкін дұрыста шығар жастарға, бірақ жастардың миын улайтын секілді. Қазір еңбектеген баладан барлығы білетін секілді. Бұл Бораттан енді әрең құтылғанда бұл кісі қазақты масқаралап жүрген секілді. Кешірім сұраймын.
Көрдіңіздер Сайлаубекті жастар біліп отыр. Рұқсат болса, Сайлаубекке бір сұрақ қоюға болады ма? Қойыңыз. Сайлаубек осы енді ән деп жатыр ғой жаңағы реп. Осыны шығармаларды орындағанда не сезінеді? Қандай күй кешеді? Ол кімге арналған? Сәке? Не сезінесіз дейді, осыны тыңдап тұрғанда, айтқан кезде не сезінесіз дейді? Кімге арналған дейді? Şu armalarda ол не ғой? Шабыт деп ойлаймын ғой, өзім. Бай, шабыттанып тұрасыз ба? Айтқанда? Енді бұлай енді көбіне көп ана енді көңіл күйім жақсы болғанда жақсы шығады. Жаман болғанда жаман шығады. Енді бұлай енді әртүрлі арқалы. Көңіл күй жақсы болғанда осындай әндер шығады дейді. Мен енді бүгін бір сұмдық күй кешіп отырмын енді. Мына Абайдың сөзі бар еді. Ел бұзылса салады шайтан өрнек деген. Мына біз осы Сайлаубекті, мына екі жігіттің сөзін тыңдап отырып, біз елдің бұзылғанын көреміз. Ол елдің азу дәуірінің басталғандығы. Басталғаны ма? Жоқ. Енді осындай деңгейге кеттік. Мақал бар Италияның, ана ұрылардың ұясы. Сонда айтады: когда считает деньги, замолкает музыка дейді. Ақша деген құдірет. Сіз жынсыз ба, перішсіз бе, арусыз ба, сұлусыз ба, асқақсыз ба, төменсіз бе қарамайды. Кім болсын сізді мына әлемге алып шығады. Мінекей мына екі бауырымыз неге мына қарындасымыз мен өнерпаз деп отыр? Неге алып шықпайды? Әнші, кәдімгідей жақсы әнші. Оқыған, тоқыған. Екесін? Иә. Жоқ. А мына екеуі қазіргі мынау опасыз заманның орайын тауып, бір жағынан бұл жігіттердің де сөзін сөйлеуім келеді. Арақ ішкізбей, спорт залға апарып, жаттықтырып, бір сахнаға шығарып, өмірін түзеп жүр. Туысқандарына көмектесіп жүр, ақша жіберіп жүр. Маған бұның сол ауылда шығып жүрген жақсы еді. Мынандай халықты шығып бұзғанша, мынандай жас балапанға көмел болғанша, ал енді ертең жарайды, оны тартпай қойғанның күннің өзінде бүкіл қазақ жасы, мына дұрыс жолда келе жатқан Мейрамбек пен Сәкенді ұстаз тұтып, бұл балада осы арманы Сайлаубекті бір көріп, жаңағы бауырына тығылу екен. Міне дүниенің терісі айналғандығы. Ал енді мен қазіргі балалардың арманның аяқ асты болғандығына мына сияқты бауырларымды кінәлаймын. Өйткені біз анау биіктік әлемдік әншілер, бүкіл дүниежүзі мойындаған әншілерді үлгі тұттық, айтқымыз келді. Ал қазір неғұрлым жаңағы түсініксіз болса, неғұрлым ырғақсыз болса, неғұрлым рок болса, неғұрлым реп болса, неғұрлым қияли болса, неғұрлым бөстөкүй болса, сондай адамдарды біз культ көретін болдық. Мен жаңа шошып отырмын, мына бауырымыздың тынысы қандай кең, Сәкен бауырымызды айып жоқ, сахнаға алып шығыпты. Бірақ осы баланың өзі Сайлаубек ағайымай деп өліп өшіп отыр. Мінекей құндылық қайда өзгеріп баратыр. Мен осы сақтандырады. Сәл сабыр етіңіз. Бірақ көрдіңдер ма, мынау дәстүрлі өнердің айналасында жүрген адамдардың пікірі? Енді спрос потребляет предложение дейді ғой. Сайлаубектің өзінің тыңдармандары бар, өзінің жанкүйерлері, олар сұрайды. Біз олардың талаптарын орындаймыз. Тіпті үлкен компаниялар сұрайды, солай ма? Иә. Ол тем более өзінің туысқандарына көмектесіп жатыр, шешесіне жәрдем беріп жатыр. Туысқандары сендердің көмектерінен орысша айтқанда отказ бермеді ғой. Ол болған жоқ. Ол алдында бізден бұрын бір жігіт болған, ол Сайлаубекті дұрыс пайдаланбай ішкізіп, видеоға түсіріп мазақ қылып жүрген. Олар соған против. Сендер ішкізбедіңдер, ақша тауып беріп жатсыңдар. Сосын туысқандар риза ма? Туысқандар риза. Біз кеше ғана Атыраудан келіп отырмыз. Сайлаубекке сұрақ қойғым келіп отыр. Сұрақ қойыңыздар. Сайлаубек, сіз қазір ағаның айтып жатқан барлығын тыңдап отырсыз ба? Иә. Негізі қазақта сөз бар. Адам өзінің білмегенінің дұшпаны дейді. Дәстүрлі әнді теледидардан көріп қалса, парақтап отырып, мысалға орыс тілді дүбәрі әншілеріміз отырады да, құртшы мына бәлең дейді. Тоқта, қырылысып қаламыз мысалға да. Ал енді классиканы тыңдай алмайтын қаншама жастарымыз бар. Эстраданы тыңдай алмайтын дәстүрлі әншілер бар. Енді біреудің ет тағамын жақсы көріп, біреудің сорпаны жақсы көретін сияқты бұл дүние да ол. Әркім соның жаңа былайша айтқанда кейпіне кіріп түсіне білу керек та. Мен бұл Сайлаубек талқыланады бүгінгі кеште деп ойлаған жоқпын. Мен мысалға жасырын жоқ, ғаламтор арқылы танылған осы Нұрмұхамед арқылы келіп отырмын да, мысалы бүгін бағдарлама. Ал араласатын болсам бұл әңгімеге шетелдің әншілерінде
барлық сауатты тыңдарман ретінде мен барлық бағыттағы әндерді тыңдай аламын. Сауатты әншімін, сауатты тыңдарманмын. Рэп орындау өте қиын. Жаңағы Ерекең айтпақшы, оған тыныс үлкен қажет. Оған қоса дауыс бояу керек. Сайлаубектікіндей дауыс бояу екінің бірінде кездесе бермейді. Мен әнші ретінде айтайын да. Snoop Dogg деген шетелдің сондай рэпері бар. Оның бағыты, оның түрі, әлпеті Сайлаубекке былайша айтқанда келеді. Ал Snoop Dogg'ты бәленбай миллион беріп Алматыға шақырамыз деген кезде, мен Ұзынқұлақтан естідім, шақырам деген кезде ол айтты. Мен 1 километр сайын тоқтап ана шешегем, келісесіңдер ма деді. Оның заңы құқық қорғалып қойған ол жақта. Ерекеңді сөзінің жаны бар. Ондай нәубет келмесін бізге ең бастысы. Бірақ жігіттер керісінше тура жолға түсуіне, жігіттердің көмектесіп жатқанына қолдау көрсетейік. Құдай қаласа Сайлаубек те өзінің қазақша әндерімен жігіттер сөз жазып көмектесіп, бір жастардың болашағын жарқын болу үшін тағы да бір үлгілі, бір тәрбиелі бір дүниелер шығып қалады деп үміттенейік енді. Серік аға, біздікі менің де жаным шырқырап айтып жатқаны бір түсінікті сөз жоқ, мағына жоқ. Бізде рэп айтушылар көп бар ғой, бізде Жеңісхан, бірталай рэп айтатын жігіттер шықты. Кім? Құдайбергенов, Ерболат Құдайбергенов, иә. Сол сияқты сөзі бар болса кішкене жаның тынышталады ғой аға. Сөзі жоқ, енді мұсылман болу, әстәсте, кәпір болу бір пәсте дейді. Алла қаласа оған да келетін шығар деген үміттемін. Басында ғаламторда солай шыққаннан кейін жігіттер енді сіздер сөз жазып шығарсаңыздар, кішкене бізде де көңіліміз солар. Біз айтып отырмыз, артистермен дуэт жазып жатыр. Ол сөзбен жазылады, қазақша да жазылып жатыр. Және мысалы бізде әндер бар ғой, мысалы ла-ла-ла дейді, на-на-на дейді. Оның мағынасы жоқ қой, мысалы, әндетіп жатады ғой. Бір пікір айтайыншы. Да, енді жігіттер дұрыс деп отырмын, өйткені бұл жерде Ерекеңдердің айтып жатқан себебі бар, ашынып айтып жатқан себебі бар. Ол сіздерді жерге тығу сондай мақсатпен емес, ойланса деген оймен айтылып жатыр. Бұл жерде бір мәселе бар. Біздің қай өнерде болсын, қазақтың өзінің үні болу керек. Сол қазақтың үнін естігісі келеді. Біз сол қазақтың үні тең тайпалған жорғадай кез келген өнерді көріп тұратын болса, онда сол қазақтың үні арқылы міне жастар тәрбиелейміз. Яғни оның ар жағында тәрбие жатыр. Соны сіздерге ұғындырғысы келіп отыр. Сондықтан соны дұрыс түсініңіздер. Сондықтан бұндағы түсініңіздер. Қазақтың үнін жоғалтпасақ, осындай азаматтардың жолын ашып жатсыздар ма? Ашыңыздар. Біз сіздердің қаржыларыңызды араласпаймыз, оны құпия деп отырсыздар. Сіздер одан пайда табасыздар ма? Онда да біздің шаруамыз жоқ. Бірақ бір нәрсе, кез келген ғаламтор бізде қазір жастардың психологиясына көптен көп әсер етеді. Сол кезде сіздер Сайлаубектің ән жазып беріп, дұрыс сөз жазып беріп, қазақтың жыр термелерінен үгіт насихат айталатын, үлгі өнеге мәдени жаңағы тәрбиелі ой айта білетін, ертеңгі ұлттың патриоты азаматы болын, солар тәрбиелейтіндей сөздер жазып беріп, сол қазақта бар ғой сөздер, соны алып, соларды қосып іске қосатын болсаңыздар, ол құбағып ондай жоспар бар келеді ғой енді. Ал енді жаңағы ән дегендегі сіздерге ең негізгісі қазақтың өзін үнінен, ол үн өйткені қазақтың болмысын, табиғатын білдіреді. Содан айырылмасаңыздар. Сол ғана мақсат бұл жерде. Жас психолог Ермек Нұрымов Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс істейді. Мен бір нәрсе, дәл осындай музыканы тыңдау. Иә? Дәл осындай музыканы тыңдау. Жастардың санасына, мінез құлқына кері әсерін тигізуі мүмкін бе? Абайды оқымаған, Әуезовті оқымаған, жақсы үлкен ақындарымыз оқымаған жастарымыздың санасы таяздығынан, менің пікірімше, таяздығынан осындай жеңіл желпі әуенге әуестік болады деп ойлаймын. Ал енді жеке Сайлаубектің өзіне келетін болсақ, енді Сайлаубекпен жеке кездесіп сөйлесіп отырмағаннан кейін, ол кісімен жақсы нақты ойын білмей отырмын, жалпы психолог ретінде. Енді қазіргі отырысына, қазіргі сөйлегеніне, қазір қарап отырып, Сайлаубектің әлі де өзіне деген сенімсіздігі басым. Екіншіден, яғни біраз кішкене шындыққа салмаған кейін, мейлі ол көше адам болсын, мейлі ол қандай адам болсын, бірге араласып кете беріп, солармен бірге қоян қолтық жүре беретін ретінде санаймын. Бұл енді Сайлаубекке менің жалпы өзімнің жеке пікірім бойынша қандай көмек көрсету керек, рұқсат болса. Біріншіден, наркологиялық диспансерға көрсетсек, ол артық болмайды. Екіншіден, психотерапевтік көмек көрсетсек. Ал үшіншіден барып психологпен жұмыс істесе, әрине Сайлаубектің үлкен жетістіктерге жететініне, үлкен белестерді алатынына бек сенемін деп ойлаймын. Келісесіздер ме психологтың айтқанымен? Ау, келісемін. Көмек керек па негізі Сайлаубек? Бірақ көмек керек жоқ, ол ондай психотерапевттің, психологтың, наркологиялық диспансердің. Психотерапевт керек емес. Ау, психолог керек, психотерапевт керек емес оған. Керек емес. Сәке?
сізге бір қандай да бір көмек керек па? Мысалға айтады, жаңа психологтар айтып жатыр, бір өзіне деген бір сенімсіздігі байқалады дейді. Неше бір өзіңізде бір Бейсен мырза, кешіріңіз. Тағы да айтып өтсем. Мұнда отырғанда өзіңізді бір дискомфорт сезіліп тұрған сияқты, Жақсы. Жақсы ба? Эстетикалық сезім, яғни басым бұл жерде. Яғни жас кезінде қатты сезімге душар болған және уақытында таланты ашылмайған меніңше. Сол ішкен кезде, біраз ішімдікке жақын болған кезде, бәлкім сол жаңағы кезінде қалып қалған таланты сол қазір шығып өзінің көрсеткісі келіп отқан сияқты. Елдің қолдауын және қарсындағы адамдардың әрқашанда қолпаштап жаңағыдай қолдау беруін қалайтын сияқты менің пікірімше. Былай ғой. Мен өз бір алып қосарым бар еді, жалпы әлеуметтік желі деген нәрсе шынында бір үлкен қару болып тұр, бір жаңа дерт болып тұр да қазіргі заманда. Мен айтайын, Евровидение деген байқауда ана жартылай қыз, жартылай еркек антұрған, құдай ұрған біреу шықты ғой. Сол мұрты бар, сақалы бар, шашы ұзын әйел адам шықты ғой. Соны Қытайдың телевидениесі бетін жауып қойып көрсеткен. Бірінші орнағанда да көрсетпеген, бас жүлдені жеңіп алғанда да түрін көрсетпеген. Ол бізге ол үшін бірінші ғаламторды реттеуіміз керек сияқты да, ел боп, жұрт боп. Жаңа өзіңіз айтпақшы, мынандай заманда дұрыс пайдаланбай кетті-ау, арақ ішкізбей-ақ салуға болатын-ақ өнер бар еді ғой деген сияқты іштей қынжылдым. Жігіттігі осы ма қасындағы жігіттердің, бірге ішті-ау осылармен. Ялмай неге насихаттады екен деп мен жігіттерге қатты қапа болдым. Және олардың алдарынан шығады ол нәрсенің бар. Бірақ хайырмен берсін деп айтқым келеді. Енді жақсы жағына қарай түзелсе құба-құп. Мәселе мынанда. Біз Сайлаубектің түзелгеніне қуанамыз. Неге түсінбейсіздер? Осы 3-4 музыкалық ағым бар. Бұның түбі американдық мәдениет деген бар. Мінекей. Сәке, өзіңізден сұрайықшы, Сәке. Не ой? Сіз ренжіген жоқсыз ба бізге, Ерағанға, бізге мына жерге келіп? Ереке? Ренжіген жоқсыз ба деймін? Сәке, айтыңыз. Жақсы бәрі. Ау? Бәрі жақсы. Бәрі жақсы ма? Сәке, ол камерадан ұялады. Қорғау қажет етпейтін бір ғана нәрсе бар, бір ғана ақпарат құралы бар. Ол ғаламтор. Қайта біз өзіміз одан қорғануды үйренуіміз керек. Өйткені ғаламторда директор жоқ, редактор жоқ, көркемдік кеңес жоқ. Сонда мына балалардың ағы қайсы, қарасы қайсы, асылы қайсы, жасығы қайсы. Әрбір азамат, әрбір тіпті атана ажырата білмесе, ертең айтады ғой, айтуға оңай, аман сау болыңыздар.